Ассаламу алейкум, Шегархан KZ парақша оқырмандары. Аллах береке берсін. Бізде келесі рельс мына ағашқа байланысты болады. Өзімнің тәжірибемде қолданған способтарды және оның нәтижесін берген способтарды пайда ретінде Аллахтың мейірімділігімен салып отыруға жөн көрдім. Бұл ағаш түбінен сынған болатын. Байқаусыздар. Мына жерден мәшін артқа шегіну арқылы осы жерден қисайтып ағаштың түбін сындырған. Оны былай емдедік. Екі штанга қағып, соны жіппен айналдырып байлап қойдық. Қазіргі таңда ағашта ешқандай әлсіздік көрінбейді. Аллахтың мейірімділігімен көгеріп тұр. Бұл былай істелгенде ағаш өліп қалуы да мүмкін, немесе ұстап кетуі де мүмкін. Бірақ адамдардан болған бір уәжіп парыз есебінде бұл ағашты олай қинақ қоюға болмайтын шығар деп ойлап өстіп әрекет еткен түріміз. Алхамдулилля. Осымен үшінші ағаш осындай тәжірибеде істеп байлап қойғанымыз Аллахтың мейірімділігімен оң нәтижесін беріп жатыр. Алхамдулилля. Осындай ағаштарыңыз қисайып құлап жатса, оны шауып тастаудың қажеті жоқ. Бір әрекет етіп көріңіздер. Аллахтың қалауымен қайта гүлдеп ұстап кетуі мүмкін иншалла. Баракаллаху фикум.